Так, мынау келесі төртінші есеп. Бұл жерде теңдеуді шешуге арналған есеп. Бізде әлі түбірге байланысты бір есеп бар еді еще. Так, осы есепті шығарып тастайық. Теңдеуді шешіп, жауабын x қосылған i, y түрінде жазыңыз дейді. X, y бұл жақтан нақты сандар. Так, бұның барлығы түсінікті. Сонымен бізде 2z азайту 3z үстінде сызықшасы бар, ол түйіндесі. Тең минус 27 қосылған 23i бөлінген 1 плюс i. Так, сонымен егер z бізде комплекс сан болса, онда оны x қосылған i, y түрінде жазып алайық. Онда оның түйіндесі x азайту i, y болады. Енді орнына апарып қоятын болсақ, сонда z орнына x қосу i, y болады. Азайтылған 3 көбейтілген x азайту i, y. Так, и оң жағын бірден шығарып тастайық. Минус 27 қосылған 23i бөлінген 1 плюс i. Осыны бөліп тастаймыз сразу. Қалай бөлеміз? Түйіндесіне көбейтіп жібереміз, алымында, бөлімінде. Так, сонда мына жерде жақшаны ашатын болсақ, 2x қосылған 2i, y азайтылған 3x қосылған 3i, y. Так, мына жерде алымын көбейтіп шығайық. Минус 27 плюс 27i, так, плюс 23i және минус 23i квадрат. И алымында 1 азайту i квадрат. Так, i квадрат дегеніміз бізде ол минус 1-ге тең. Так, ол есімізде. Так, мына жерде 2x азайту 3x не болады? Минус x болады. И қосылған 2-ге 3-ті қосамыз 5i, y. Бөлшектің алымында, так, бізде не шығып тұр мына жерде? Дұрыстап есептеп алайық, қараңыз. Мына жерде минус 27 плюс 50 болады, 50i, 27 плюс 23i, и плюс 23 болады, i квадрат бізде минус 1, сонда минус 23-ті минус 1-ге көбейтеміз. И бөлшектің бөлімінде бізде минус 2 болады. 1 азайту минус 1, яғни 1 азайтылған минус 1, 2. Так, сонда минус x қосылған 5y тең, минус 27 плюс 23 ол минус 4 болады, оны 2-ге бөліп жібереміз, сонда минус 2, и плюс 50-ді 2-ге бөлеміз, 25i. И осыдан бізде есептің жауабы шығып тұр, яғни бізде x дегеніміз ол, так, мына жақта i-ді ұмытып кеттім. Так, 5i, y. Сонда сәйкес коэффициенттер теңестіреміз, сонда бізде минус x, нақты бөлігі ол минус 2-ге тең болып тұр, яғни x бізде 2-ге тең. 5i, y дегеніміз ол 25i-ға теңестіреміз, 25i-ға теңестіреміз. Сонда 5y деген 25, y тең 5 деген шығады. Түсінікті, y тең 5, яғни 25i ол бізде 5i, y. Айларды қысқартып жібереміз, 25 5 қысқарады, сонда y тең 5. Міне осындай шығып тұр. Сонда есептің жауабы бізде не болады? Есептің жауабы бізде, так, мына жерге жауабын жазып қоя салайық. Бізге теңдеуді шеш дегенде, яғни бізде z-ті тап деп тұр, z неге тең екен? Сонда z дегеніміз ол 2 қосылған 5i. Міне жауабы осы. Так, енді бізде қанша есеп қалды? Бізде әлі 13 есеп бар, осы комплекс сандарға.